Айдын айынбе болып, талғат Мұсабаев. Тоқтар? Албакыр, жарайсыздар. Тоқтар, Албакыр. Балалар, бізге ол ғарышкерлер, мен сендерге сол жолы айттым, олардың арнайы киімдері бар, зымырандары, тамақтары бұны бәрін айтып өттік. Ал қазір біз сол ғарышқа өзіміз таяқ жасаймыз. Ал ол үшін бізге мынандай скафандр керек басымызға келеді. Кәне тез киіп алып қоямыз, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Шетте тұрғаннан бастайықшы әлі. Бұның айналасында бізге тапсырма қалдырыпты. Міне, алғаш, бұнда кішкене ғана ашық хаттар екен. Кәне оқиын мен, бұл жерде не депті? Бұл балалар бізге Сатурн екен. Бұл Сатурнның бізге тапсырмасы 1-ден 10-ға дейін тура және кері санап, оны жазып, және сандардың көшірерін табу керек екен. Ондай болса балалар, кәне келе қаламыз, мына жерге келіп тапсырманы орындаймыз. Бұл Уран планетасы екен. Ал бұл планетада балалар бізге бұл қалдырыпты. Балалар, сендер өз білімдеріңді, есептерді, мысалдарды шығару арқылы көрсетіңдер депті. Қане олай болса, мына екіншілігіне келіп қояйық. Осы жерден біз өзіміз ауызша санның құрамын айтып кетші, санның құрамы. Қандай сандар жатады? Қараймыз. 5 санның құрамын кім айтады маған? Абай ханым. Молодец. 5 санның құрамы. Маймерек. 5 жарайсыз. 6-ның құрамы. Жарайсыздар. Бұл балалар шолпан екен. Бұда жазылды сандар мен заттарды сәйкестендіріп жатыр. Қазір балалар мында қараймыз. Сандар тұр, біз қазір қаштамыз, қармашына жерде неге жатыр? Қаштағы қастар жатыр. Бұл қастар балалар өте ыстық болады екен. Сол үшін біз қасты қолмен ұстамаймыз, мынандай қысқыштармен ұстаймыз. Жақсы ма? Қолмен ұстауға болмайды, ол ыстық. Сандарды салыстырамыз. Қайсысы көп, қайсысы аз екен тапсырмаларды орындаймыз. Кәне көзге тұра қаламыз. Мұқият санап, қай жағына қарай қыстың аузы ашылып тұратынын ұмытпаймыз, жақсы ма? Жер екен, қараймыз бе? Фрейдің таяқшалары арқылы бізге зымыранды құрастырып кетті. Балалар, ғарышкердің сыйлығын ең соңында беремін. Бүгін біз не істедік? Салыстырып, көп салыстырып. Ал енді сол орындаған тапсырмаларды ұнады ма істедік? Маған бәрі ұнады. Ешқандай қиындық болған жоқ. Айбарға ешқандай қиындық болған жоқ. Айша қандай қиындық болды? Қиын болған жоқ. Ғарышкердің қай жерде бар екен? Бір жерде бар екен, неге жазыпты бұда? Балалар, жарайсыңдар, сендер ғаламшарға келіп, барлық тапсырманы өте керемет орындадыңдар. Ал мен сендерге мынау туыстардың атына жасап қойған сыйлығым бар, соны алыңдар дейді. Қазір мен алып келейін. Ал осы сыйлықтармен қазір қайтадан тоққан шығамыз, жақсы ма? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.